Мына 5 сусын несеп жолдарын емдейді. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода несеп жолдары, аурудың белгілері мен емделу жолдары туралы айтамыз. Каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Несеп жолдарының ауруына иммунитеттің әлсіздігі, бүйректің дұрыс жұмыс істемеуі, жүректің сыр беруі себеп болады. Бұдан да басқа жағдайлар несептің қабынуына себеп болуы мүмкін. Емделу үшін түрлі дәрі немесе екпе ұсынылады. Алайда фитотерапия әдісін қолдану ауруға да, ағзаға да әлдеқайда пайдалы. Көбінесе ішек пен бүйрекке микроб түскенде несеп жолдары сыр береді. Сонымен қатар тазалықты дұрыс сақтамағаннан, суықтағаннан, кіші дәрет қысқанда уақытылы бармағаннан, бүйрекке тас пайда болғаннан, қан диабетінен, жүрек қан тамыр жүйесі ауырғаннан несеп жолдарының жұмысы бұзылады. Аурудың белгілері. Іштің айналасы ауырады. Кіші дәрет кезінде несеп жолдары дуылдап ашиды. Бөлінді пайда болады. Несепке қан немесе ірің араласады. Одан бөлек қызу көтеріліп, бойыңызды әлсіздік билейді. Жалпы жағдайыңыз нашарлайды. Осы кезде уролог дәрігерінің кеңесін алыңыз және мына емдік сусындардың көмегіне жүгініп көріңіз. Қырықбуын қайнатпасын пайдаланып көріңіз. Қырықбуын несеп айдайтын керемет өсімдік. Оны дайындау үшін 1 стакан суды ыдысқа құйып, 1 ас қасық ұнтақталған қырықбуынды салып, 2 минуттай қайнатасыз. Дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, салқындатып ішесіз. Бұл емді күніне 3 рет ішу керек. Бұл қайнатпа несептің уақытылы әрі дұрыс шығуына ықпал етеді. Несеп жолдарымен бүйректі тазалайды, әрі суыққа қарсы күреседі. Екіншіден, қарбыз шырынын пайдаланыңыз. Қарбыздың несеп айдайтын керемет қасиеті бұрыннан белгілі. Сонымен қатар, ағзаны тазалауға да қабілеті бар. Шырынның құрамында бүйректі улы заттан тазалайтын, қабынуға қарсы күресетін пайдалы микроэлементтер мен дәрумендер бар. Ем үшін күніне 3 стакан қарбыз шырынын ішу керек. Ескеріңіз, әр ем кезінде шырынды жаңадан дайындауға тырысыңыз. Қара жидек шырыны. Емді қасиеті мол бұл жидек дәруменге, антиоксидантқа және органикалық қышқылға бай. Шырынды дайындау жолы өте қарапайым. Бірдей көлемде шырын мен суды араластырасыз. Егер татымы қышқылдау болса, аздап бал қосып ішсеңіз болады. Шырынды күніне 2 рет ішесіз. Зімбір қайнатпасы. Зімбір микроб пен суыққа қарсы күресетін күшке ие, ал тамыры кез келген ауруды басады. Сондықтан да ішіңіз ауырып, несеп жолдарында қиындық туса, онда зімбір қайнатпасын ішіңіз. Оны дайындау үшін үгілген зімбір тамырының 1 шай қасығын 1 стакан қайнаған суға араластырасыз. Бөлме температурасында салқындаған соң шай ретінде ішесіз. Егер татымы ұнамаса, лимон мен бал қосып ішсеңіз болады. Қияр шырыны. Ағзаны антиоксидантқа, дәрумендер мен минералды заттарға байытады, әрі несеп айдайды. Жаңадан дайындалған шырын несеп жолдарындағы улы заттарды, шлакты шығарып, бактерияның көзін жояды. Ем үшін күніне 2 немесе 3 стакан ішесіз. Ескеріңіз, бұл ұсынған емді 3 күннен 7 күнге дейін қабылдаңыз. Егер оң нәтиже бермесе, дереу уролог дәрігеріне қаралыңыз. Тағы бір ескерту, халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Келесі видеода тамақ ауруын емдейтін 7 әдіспен таныс боласыздар. Видеоны жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, деніміз сау болсын.